Қалайсыздар достар? Бүгін сіздермен сағатқа байланысты скидкаға шыққан заттардан заказ беретін боламыз. Осы жерде главныйсына кіресіздер, сағат белгісін басасыздар. Осы жерде сағат бойынша скидкаға шыққан заттар бар. Осы сағат ішінде кейін ауысады. Бұлар скидкадан шығарып тасталынады. Көріп шығасыздар, өздеріңізге керек заттар болатын болса, алсаңыздар болады. Мен бірінші көрсетейін сіздерге. Кейін талдау жасап, заказ беретін боламыз. Бізге керек заттар болатын болса, соларды алатын боламыз. Міне басынан бастаймыз. Көбінесе бұл жерге сіз іздеген заттар солар шығатын болады. Мен көбінесе балдарға киімдер іздегем, аяқ киімдер солар іздегем. Сол үшін соларды көрсетіп тұр. Бұл әркімде әртүрлі болып шығады. Мысалы, менде басқаша шығатын болса, сізде басқа түрлері шығуы мүмкін. Бәріне бірдей емес. Өздеріңіздің іздеген заттарыңызға қарай шығады. Мысалы, мына жерде біріншісін көрейік. Скидкада деп тұр. Расымен скидкада ма емес па, көресіздер. Бұл жерде определенный товары скидкада болады. Именно қайсы екенін көріп шығасыздар. Міне жасына байланысты ақшасы өзгеріп жатыр. Үлкен кішісіне байланысты. Қазір скидкамен осындай бағада негізі 10-54 екен. Мысалы, біреуін таңдаймыз. Жүрекшені басып қоямыз. Екіншісіне өтсеңіздер болады. Бұл жақта тағы басқаша түрлері болады. Бұл жерде көбінесе оригинал тауарлар шығады. Міне қараңыздар, оригинал тауарлар. Скидкада кезіндегі, мысалы, өзінің бағасы 148-де 1 екен. Мысалы, наушникті көрейік. Осындай суммаға береді екен. Бұл соңғы баға емес, көресіздер. Бұл өзгереді бағасы. Мысалы, мына жерде 3 түрлісі бар екен. Сіздер сәл қымбаттауын заказ бере беріңіздер. Скидкамен бұл өзі 11-де 7 екен. Уақыты біткеннен кейін қайтадан өзінің бағасына өзгереді. Осы біреуін береміз. Озовтарын бәрін көріп шығасыздар. Озовы көбейген мұның. 2979 екен. Кейін жұлдызын көресіздер. 4-тен жоғары болғанын ала беріңіздер. Описаниясын бәрін көріп шығыңыздар. Затты алар кезде бәрінің описаниясын бәрін көріп шығыңыздар. Егер зат ұнамаса, басқа түрін алсаңыздар болады. Кейін қыс келе жатыр, осыны көрейік. Озовтарын көп екен. 4-тен жоғары екен. Енді көріп шығамыз. Бұл жерде қызға да балаға да заказ бере бересіздер. Қарасын балаға заказ берсеңіздер болады.
басқа түрлерін қызға заказ бере бересіздер. Егер сізде 2 бала болатын болса, екеуіне бірдей алғыңыз келсе, мысалы біреулерде егіздері бар, бір қыз бір бала, екеуіне бірдей кигізгісі келеді, бірақ сөйтіп заказ берсе болады. Мысалы қарасын 25 дейік. Бұны балаңызды аяғын размерін білу үшін линейкамен немесе метрмен өлшеп, мысалы 14 шығатын болса, қысқа 1,5 сантиметр үлкен ала бересіздер. Себебі қалың носкимен киетін болса, сәл үлкеннен аласыздар. Жұлдызшаны басып қоямыз. Видеоның соңында екіншісін қалай қосуды көрсететін боламын. Міне осындай фен шықты, оны да басып көрейік. Ең арзаны 14 екен. Өзі ғана. Қосымша заттар бар екен. Негізі сәл қымбаттауын ала бересіздер. Качествосы жақсы болып келеді. Негізгі бағасы 42 екен. Белгілеп қойдым. Бәр заттарыңызды таңдап болсаңыздар. Енді корзинаға кіреміз. Енді плюсикті басамыз. Осы аяқ киімге розовый 25 таңдаймыз. Екеуін бірге сатып алсаңыздар болады. Енді алған заттарыңыз бәрін таңдап, Alipay немесе Каспиймен төлесеңіздер болады. Каспиймен төлегенде 3%-ын қосып төлейсіздер. Alipayмен төлегенде осы сумманың өзін төлейсіздер. Видео ұнаған болса лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Подписка жасап қойыңыздар. Сіздерге қандай видео керек болатын болса, комментарийға жазып кетіңіздер.